Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен салмақ қосылған картоп рецептісімен бөлісемін. Орташа көлемдегі картоптарды алып, күнбағыс майын жағамыз. Содан соң бәрін фольгаға орап, 180 градуста қызып тұрған пешке 1 сағатқа салып пісіреміз. Пияз, сарымсақ, қызанақты ұсақтап турап аламыз. Қызып тұрған табаға күнбағыс майын құйып, пиязды, сарымсақты салып қуырамыз. Сосын тартылған ет, қызанақ, тұз сеуіп 10 минут тоқтырамыз. Картопымыз пісті. Бетіндегі фольгасын ашып, картопын еземіз. Барлығына сары май салып, тұз сеуіп, араластырып шығамыз. Сонан соң салмасын салып, бетіне ірімшік себеміз. Қалауыңызша майонез, кетчуп салуыңызға болады. Бетіндегі ірімшігі ерігенше қызып тұрған пешке салып аламыз. Қалауыңызша бетіне көк жуап, құрып себуіңізге болады. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Лаура.